Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін бізде сабақ TradingView'дан инструменттерді, яғни біз сатып алып сататын заттарды қалай іздейміз, тикер деген не, оны қайда жазу керек деген сұрақтарға жауап береміз. Және избранныйға қалай қоюға болады, өте оңай нәрсе, просто мен сіздерге көрсетемін. Сіздерде супер графики деп ашқан жерде осындай график шығады. Осы жерден мынау бізде сіздің қазіргі мынау график ашылып тұрған графигіңіздің инструменті, яғни золото, алтынның долларға қатынасы қазір 3432 де 835 доллар. Дәл қазіргі моментте рынок жабық, мен видеоны жазып отырған моментте, сондықтан бізде қазір баға тоқтап тұр. Дальше, егер біз басқа инструментпен сауда жасағымыз келсе, мына осы how used деп тұрған жерді басамыз. Осы how used деген нәрсе бізде тикер деп аталынады. Яғни біздің сатып алып жатқан инструментіміздің қысқаша атауы. How used бұл алтынның қысқаша атауы. How used бұл күмістің қысқаша атауы. Сильвере бұл күмістің қысқаша атауы. Мұнда тикері, мұнда логотипі болады. Мысалы, компания болса, компанияның логотипі болады. Мынау тикер, мынау сол заттың толыққанды атауы, және де мынау биржаның атауы. Яғни сіз осы қазір бірінші тұрған позицияны таңдасаңыз, сіз Уанда биржасының котировкасын көресіз. Яғни Уанда биржасында осы күміс қанша тұратыны туралы көресіздер. Егер Forex.com екінші тұрған, Forex.com қалай кетті? Forex.com биржасын таңдасаңыз, бұл жерде уже котировка кішкене басқаша болуы мүмкін, себебі котировканы әр биржа әртүрлі қояды. Но қатты бір-бірінен айырмашылық болмайды, максимально ұқсас болады, какой-то бір 0,001 доллар солай болуы мүмкін, но имейте в виду, что қай биржаны таңдайсыз, соған қарай котировка кішкене басқаша болуы мүмкін. Әрі қарай бұл бізде күміс болды. Егер Tesla деген компанияның акциясын көргіңіз келсе, TS. Мынау Tesla компаниясының логотипі. Мынау толыққанды атауы, логотип, тикер, толыққанды атауы, қай биржада саудаланып жатқаны. Егер біз қазір Тесланы NASDAQ биржасынан таңдайтын болсақ, үстіне басасыз, сізде мына жерде қазір график өзгереді. Өйткені біз Tesla компаниясының бағасын көргіміз келіп тұр. Дәл қазіргі моментте тағы айтам, график рынок жабық, бізде 326 да 95 доллар болып тұр, дәл қазіргі моментте. Әрі қарай. Егер осы компанияны сіз өзіңізге избранныйға қойғыңыз келсе, мына жерде флажок тұр. Мұнда менде ашық көк түсті тұр. Егер сіздің TradingView бесплатный версиясы болса, ничего страшного, бұл жерде сізде сразу басқан кезде қызыл флажок қана таңдалынады. Басқа флажоктарды таңдау тек қана платная версиясында. Бесплатный версиясында да өте көп инструменттер қолдануға мүмкіндік бар. Менде осы уақытқа дейін қаншама жыл бесплатный версиясын қолданған. Кейбір кезде тоже платныйдан отказ берем, Мен просто қазір студенттер трейдерларды оқытып жүргендіктен маған платный версиясы керек. Себебі біз немен графикпен өткен жақта жұмыс жасап көрсетем, практика жасаймыз. Из-за этого маған платный версиясы керек. А так бесплатный версиясында без проблем қолдана берсеңіздер болады. Мынандай қызыл флажок қойсаңыздар, сіздерде ол избранныйда тұрады. Қазір көрсетем қай жерде екенін. Все, Тесланы таңдадыңыз. Например, жаңа қарадық, 326 да 95 еді. Давайте LSE деген биржаны көрейік. 572. Видите, әр биржа по-разному шығарады. Кімге қандай не ыңғайлы, тағы не бар атақты. Найстықын что-то көріп тұрған жоқпын. Давайте. Мұнда 29-да 11.
Видите, получается, сіз қай биржаныкымен сауда жасайсыз, соған сай сізде болады котировка, иә. Максимально, еще раз говорю, атақты биржалармен сауда жасаған дұрыс. NASDAQ ең атақты биржаның бірі, американский. Все, кеттік. Ең нақты ақпарат беретін осы NASDAQ немесе NYSE биржалары. Бұл именно неден? Акциядан. Көп қой, иә, Мара бар қазір, көп сауда жасайтын, Coin бар, көп сауда жасайтын, SMCI бар, көп сауда жасайтын қазір акциямен сауда жасайтын кісілердің. И мысалы Форекстен, иә, мысалы евро, доллар, евро, USD. Мына евро USD деген бұл тикері, жалпы, иә, қысқаша атауы. Міне, мынау екі жаңағы ненің логотипі деп қарастырсаңыздар болады. Мынау толыққанды атауы. И мұнда сіздерде биржаның қай биржамен қолданасыздар. Мен жалпы өзім Форекстен Уанда мен FX-ті қолданамын. Тағы да айтамын, мына жерге егер қызыл флажокты қойып алсаңыздар, ол сіздерге избранныйда тұрады. Қайта мына жерден жазып іздемейсіздер. Ол кезде, давайте мен евроюзді қайттан ашып ала салайын. Вот, иә. Мысалы, міне басамыз, Уанда биржасынікі хотим. И сізде ол қызыл флажок. Егер ашып қойдыңыз, флажокты белгілеп үлгермесеңіз, мына жерде тоже тұр. Алып тастап немесе қоссаңыз болады. Мына жерде толыққанды уже сізге ақпарат беріп тұр. Сіз евро-долларда отырсыз. Евро-доллардың 1 сағаттық таймфреймде отырсыз, Уанда биржасында, и сізде ол избранныйда тұр. Избранныйда мына жерде мына котировки, мына тұр, котировки, информация, новости деп тұр. Осы жерде бассаңыздар, мен енді кішкене мына жер өзім қолмен жазып алғанмын для себя. Но қызыл флажокпен сіздің белгілегендеріңіздің барлығы осы жерде толық тұрады. Қызыл флажок беріп. Егер сіз қызыл флажокты алып тастасаңыз, мындан өшіп кетеді. Егер сізде платная версия болса, ол кезде сіз уже ручной қолмен мына жерде бірнеше өзіңіздің стратегияларыңызға сай котировкаларды бөліп қоссаңыз болады. Ол енді өздеріңіздің на будущее усмотрениелеріңізге. Міне менің бүкіл мысалы сауда жасайтын трейдбуст стратегиясымен сауда жасайтын инструменттердің барлығы мынау логотипі, иә, мынау тикері, мынау қазіргі оның бағасы қанша қымбаттап, қанша процент азайтып жатқаны көрсетіліп тұр. Пока вообще қозғалып тұрған жоқ, только биткоин ғана қозғалып тұр. Себебі тағы да айтамын, қазір мен демалыс уақытында қарап отырмын. Так, осымен котировка деген не, тикер деген не, флажок қалай қоюға болады, избранныйға қалай қоюға болады, қайдан іздеуге болады инструменттерді түсінген болсақ, осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Менімен бірге болыңыздар, комментарий жазыңыздар, келесіде қандай видео жазғанымды қалайсыздар, және де каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.